Жер беті бізге берік әрі өзгермейтіндей көрінуі мүмкін. Алайда оның астында үздіксіз қозғалыс пен аса жоғары температураға толы күрделі жүйе бар. Сол жүйенің ең айқын көріністерінің бірі жанартау. Жанартау жердің ішкі қабаттарынан магма, газ және күл жер бетіне шығатын геологиялық құрылым. Бұл құбылыс жердің ішкі энергиясы сыртқа қалай шығатынын көрсетеді. Жанартаулар арқылы планетамыздың тірі динамикалық жүйе екенін байқауға болады. Жердің ішкі құрылымы және магманың пайда болуы. Жер бірнеше қабаттан тұрады. Жер қыртысы, мантия және ядро. Мантияда температура мыңдаған градусқа жетеді. Осындай жағдайда тау жыныстары жартылай еріп магмаға айналады. Магма жер астында жиналып, қысым күшейген сайын жоғары көтеріледі. Егер ол әлсіз аймақты немесе жарық жерді тауып жер бетіне жол ашса, жанартау атқылауы басталады. Бұл табиғи, бірақ аса қуатты процесс. Жанартаулар көбіне литосфералық тақталардың шекараларында пайда болады. Бұл тақталар бір-бірімен соқтығысқанда, ажырағанда немесе бірінің астына бірі кіргенде магманың жоғары көтерілуіне жағдай туады. Уақыт өте келе, жер бетіне шыққан лава суып қатаяды. Осылайша көптеген қабат жиналып, жанартау конусы қалыптасады. Кейбір жанартаулар мұхит түбінде пайда болып, кейін аралға айналады. Жанартау атқылауының түрлері. Жанартау атқылауы әртүрлі сипатты өтеді. Кейбір жанартаулар баяу, салыстырмалы түрде тыныш атқылайды. Мұндай кезде лава біртіндеп ағып, үлкен қауіп төндірмеуі мүмкін. Ал кейбір жанартаулар жарылыс түрінде атқылайды. Бұл кезде күл, газ және тастар бірнеше шақырым биіктікке дейін көтеріледі. Мұндай атқылаулар адам өміріне, инфрақұрылымға және қоршаған ортаға үлкен қауіп төндіреді. Жанартаулар айтарлықтай қауіп көзі болып саналады. Атқылау кезінде лава ағындары, күл бұлттары және улы газдар пайда болады. Олар елді мекендерді, ауыл шаруашылығын және экожүйелерді зақымдауы мүмкін. Сонымен қатар, жанартаулар климатқа да әсер етеді. Күл мен газ атмосфераға таралып, күн сәулесінің жерге түсуін уақытша азайтуы мүмкін. Тарихта ірі жанартау атқылауларының салдарынан ауа температурасы төмендеген жағдайлар болған. Қауіп-қатерге қарамастан, жанартаулардың оң әсері де бар. Атқылаудан кейін пайда болған топырақ минералдарға бай болады. Сондықтан жанартаулық аймақтарда егіншілік жақсы дамыған. Жанартаулар жер қойнауындағы пайдалы қазбалардың қалыптасуына да ықпал етеді. Көптеген металдар мен минералдар дәл осындай аймақтарда шоғырланған. Сонымен бірге, геотермалдық энергия көздері жанартаулық өңірлерде кең таралған. Кейбір елдер жер астындағы жылуды электр энергиясын өндіру үшін пайдаланады. Қазіргі ғылым жанартауларды мұқият бақылауға мүмкіндік береді. Сейсмикалық құралдар, спутниктік бақылау және газ құрамын талдау арқылы ғалымдар атқылаудың алдын ала белгілерін анықтайды. Дегенмен жанартаудың нақты қашан және қалай атқылайтынын дәл болжау әлі де күрделі мәселе болып отыр. Сондықтан жанартаулық аймақтарда қауіпсіздік шаралары аса маңызды. Әлемде мыңдаған жанартау бар. Олардың жүздегені белсенді күйде. Италиядағы Везувий, Исландиядағы жанартаулар, Жапониядағы Фудзияма, бұлардың барлығы табиғаттың қуатын айқын көрсететін нысандар. Бұл жанартаулар тек ғылыми зерттеу нысаны ғана емес, сонымен қатар мәдени және тарихи маңызы бар орындар. Қорытындылай келе, жанартау жердің ішкі күшін бейнелейтін табиғи құбылыс. Ол қауіпті де, пайдалы да болуы мүмкін. Жанартауларды зерттеу арқылы біз планетамыздың құрылымын тереңірек түсінеміз және табиғатпен үйлесімді өмір сүрудің маңызын ұғына түсінеміз. Жер қойнауындағы бұл күш адамзатқа үнемі ескерту жасап тұрғандай. Табиғатты түсіну қауіпсіздіктің басты кепілі.